Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сізбен сүзбеден жасалатын сырникидің рецептісімен бөлісемін. Өте жеңіл дайындалады және дәмді болып шығады. Іші толықтай піседі және сүзбенің қанық дәмі сақталады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сырникидің сәтті шығуының ең басты құпиясы ол сүзбеде. Мен жұмсақ әрі ылғал сүзбені қолданып жатырмын. Сол себепті марляның көмегімен сүзбенің артық суын сығып аламын. Сүзбе міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Егер сүзбе қатты әрі ұсақталған болса, яғни рассыпчатый болса, оны міндетті түрде блендермен езіп алу керек. Дайын сүзбенің үстіне жұмыртқа және қант салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнтақ жармасын салып, яғни манная крупа тағы да жақсылап араластырамыз. Жарма ісініп, сүзбенің артық суын сіңіріп алу үшін 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өтті. Дайын массаны көлемі бірдей дөңгелектерге бөліп шығамыз. Әр дөңгелекті алып, үстінен кішкене басып, сырниктің пішініне келтіреміз және ұнға аунатып шығамыз. Сырниктің жиектері түп-түзу болу үшін мен осындай форма қолдандым. Форма болмаса, жиектерін кез келген стаканмен немесе пышақпен жөндеуге болады. Сырниктарды бірден де немесе мұздатқышқа қатырып қойып, кейін де қуыра беруге болады. Қызып тұрған табаға аздап май құямыз. Сырниктерді орналастырып, жай отта 2 минуттай қуырамыз. Асты қызарған соң барлығын аударып, екінші жағында 2 минуттай қуырамыз. Сырники дайын болды, таңғы асқа ұсынуға керемет үйлеседі. Рецепт сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған сымбат, сау болыңыздар.